Мәссаған, бір қашар 12 миллионнан тұр ма? Міне мынандай қашарлар қараңыздар. Вроде нормальный, я. Ал енді давай көрейік, неге олар ондай қымбат тұр? Бұлар лукуста тұрған қашарлар, значит оларды соммен санайды. Бір тегеміз 26 сом. Значит 12 миллионды 26-ға бөлгенде 450 мың ба, 400 мың ба шығады ғой. Нормальный баға, апарзан. Ол бірақ Өзбекстанда тұрғасын, оны көбісі көрмейді. Ол Қызылордадан 150-200 километр алыс. Біз оны бұлай жеткізе алсақ, бізге өте выгодно болады, я, жақсы болады. Бұлай шекарадан өтіп, бұлай доставка жасайтын адамдар болса, немесе мана мал жинап жатқан адамдар болса, маған личка жазып қоя беріңіз. Мен бұлай үлкен заказ келіп қалса, мынау малмен жинап, мынау доставка жасайтын адамдарға жіберейін сразу. Ну, короче, той байланыстырып отырам, ыңғайлы қылып. Біздің ел дамай берсін да, не болады. Сосын айтпақшы, группалардың админдері болса, мынау 300-ге жуық адам, немесе одан көп адамдар группалары бар болса, маған жібере беріңіз, мен сол қарап отырам. Сол мынау малдар табылып жатса, және де осылай бәрі совпадение болатса, короче, бәрін келістірем, сосын пайдасын көреміз кейін. Рассчитаться етеміз ғой. Пока емес, не надо, пока емес. Біреуге пайдам тие берсін. Ал малшы достарыңыз, мал жинап жатқан достарыңыз болса, бұл видеоны жіберіп қойыңыздар. Пайдалы болып қалар. Ал давайте, кездескенше.